Таңертең тез әрі оңай ұйқыдан тұру қиынға соғады ма? Солай болса, келесі сюжетіміз дәл сізге арналады. Тілшіміз Маржан Нұртазина тыныш ұйқы мен таңғы сергектіктің құпиясын мамандардан сұрап білді. Таңертеңгісін бір шыны кофе ұйқымызды шайдай ашып, сергектік сыйлайтындай көрінеді. Алайда ұзақ уақыт бойы ұйқының дұрыс болмауы ағзаға кері әсерін тигізетінін ұмытпаған жөн. Ұйқының бұзылуы денсаулығымызға кері әсер етіп, қант диабеті, жоғары қан қысымы, инсульт, инфаркт сияқты бірқатар ауруларға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ салмақтың өсуіне де әкелуі мүмкін. Ал кейде бұл денсаулыққа ғана емес, сыртқы келбетке де әсер етеді. Ұйқысы қанбаған адамдардың қабақтары мен көздерінің алды ісіп, тартымсыз болып көрінеді. Ұйқы циклдік үдеріс. Орта есеппен түнгі ұйқы 4-5 толық циклды құрайды. Ғалымдардың пікірінше, цикл аяқталған кезде ұйқыдан тұру оңайға соғады. Ал ұйқыны бақылайтын телефонға арналған қосымшалар оңтайлы уақытта оянуыңызға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тыныш ұйқы үшін ыңғайлы жастықтың да маңызы зор. Для здорового и крепкого сна. Жақсы әрі тыныш ұйықтау үшін ортопедиялық жастықтарды таңдаған дұрыс. Мұндай жастықтар омыртқаңызға артық салмақ түсірмейді. Мойын алқым мен арқаның ортаңғы бөлігі түзу сызық бойымен орналасады. Ортопедиялық жастықтың ең басты артықшылығы осындай үлкен және кіші екі орам. Кішірек орам арқамен жатуға арналған, ал биігірек орам қырмен жатуға арналған. Жалпы ортопедиялық жастық адамның иығы мен мойынның ұзындығына сай таңдалады. Получается для положения спать на боку. Ал эзотерика тұрғысынан ұйықтар алдын медитация жасап, алғыс күнделігін толтыру, мантрамен тыныштандыратын музыка тыңдау пайдалы. Бұл жағымсыз ойлардан арылып, мидың тынығуына көмектеседі. Бір қатты шаршаған күнім болды. Мен тыныш музыка қойып медитация жасадым. Одан кейін менің ұйқым өте бір керемет өтті. Өйткені сенің барлық шаршағаныңның барлығы кетіп, толық тыныш ұйқыға кеткен болатын. Және де келесі күні тұрған кезде өте сергек болып, керемет көңіл күйде тұрдым. Мен алғыс күнделігін жүргіземін. Яғни ұйықтар алдында бір 5-10 минут бұрын мен өзімнің күнделікті күні бойы жасаған еңбегімнің барлығын жазып, және де сол күні болған оқиғаларды жазып, одан кейін сол өткен күніме шүкір етемін. Таза ауа, физикалық белсенділік, дұрыс тамақтану мен күнделікті режимді ұстану, жайлы атмосфера мен қараңғы жатын бөлме тыныш ұйқыны қамтамасыз етеді. Сапалы ұйқы физикалық та, психикалық та денсаулықтың негізі екенін естен шығармайық.